Криптониттің барлық түрлері қандай? Көпшілік криптониттің тек жасыл түрі бар деп ойлайды. Бірақ DC комикстерінде оның бірнеше түрі кездеседі, және әрқайсының әсері әртүрлі. Біріншісі, жасыл криптонит. Бұл ең танымал түрі. Ол Суперменді әлсіретіп күшін жояды. Ұзақ уақыт әсер етсе, өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Екіншісі, қызыл криптонит. Оның әсері тұрақты емес. Әртүрлі комикстерде Суперменнің мінезін немесе қабілетін уақытша өзгертіп жібереді. Үшіншісі, көк криптонит. Ол негізінен Бизарроға әсер етеді. Бизарро Суперменнің жетілмеген көшірмесі. Төртіншісі, алтын криптонит. Бұл ең қауіпті түрлердің бірі. Кейбір комикстерде ол криптондықтардың супер күштерін бір жола жоюы мүмкін. Бесіншісі, қара криптонит. Ол кейбір оқиғаларда Суперменнің жақсы және жаман болмысын екі бөлік тұлғаға бөліп жібереді. Сондықтан криптонит жай ғана әлсіздік емес. Оның әр түрінің өз қасиеті, пайда болуы және әсері бар. Ал сіздің ойыңызша, ең қауіпті криптонит қайсысы? Пікірге жаз. DC әлеміндегі қызықты оқиғалар әлі алда. Бірақ дәл қазір жаңа ғаламға өтетін уақыт келді. Ендігі кезек Marvel. Ал бізді онда ең даулы кейіпкерлердің бірі Танос күтіп тұр. Ол расында жауыз болды ма? Жауабын келесі видеода білесіз.